Қайырлы күн, құрметті математика пәні мұғалімдер, студенттер. Мен Жомарт Мұратұлы, физика математика ғылымдарының кандидаты. TikToктағы және YouTubeтағы парақшамда күрделі математикалық есептердің шешулерін көрсем, бүгін мынадай Сканавидің бұл кітапты математика пәні мұғалімдер немесе математика мамандығында оқитын студенттердің бәрі біледі. Сканавидің есептер жинағы ол математикадан оқуға жоғары оқу орындарына студенттерге арналған есептер жинағы. Сканавидің есептер жинағынан 15.229 есеп. Мынадай функция берілген: y-тен бөлшек бөлімінде x квадрат алынды x минус 3-тің квадраты. Осы функцияның өзу кему аралықтарын табу керек. Енді біз не істейміз? Функция қандай да бір аралықта өседі деген не деген сөз? Сол аралықта x-ті үлкейтсек, y-тің мәнді үлкейеді деген сөз. А функция қандай да бір аралықта кемиді деген не деген сөз? Сол аралықта x-ті үлкейтсек, y-тің мәні керісінше кішірейеді деген сөз. Енді біз бұны x-қа мән беріп тексеріп неғылмай отырмаймыз, не істейміз? Туынды арқылы шығарамыз, туындысын аламыз. Қалай? Бөлімдердің туындысын қалай табатын едік? Мынаның бөлімдердің туындысы алынның квадраты, x квадраттың квадраты. Қалай? Бірінші мынаның туындысы. 2x минус 3 көбейтілген x квадрат минус x минус 3-тің квадраты көбейтілген бөлімінің туындысы, x квадраттың туындысы 2x. Ана жерде қалай? x-тің 4 дәрежесі болады, дұрыс па? x-тің 4 дәрежесі. Ана жерде x минус 3 алдын ашып кетеді, келсесіздер. Ана жерде 2x минус 3 алдын ашып кетеді, 2x минус 3. Ана жерде не болады сонда жақшаның ішінде? Ана жерде x квадрат и x квадрат минус 3x дұрыс па? Минус x квадрат көбейтілген сонда не? x мен көбейтіледі x квадрат болады, дұрыс па? Минус 3x. X минус 3 шығып кетеді онда. Аяқта x квадрат қалады, 2x минус 3. Ана жерде не қалады? x квадрат минус 3x плюс 3x болады. Ана жерде көбейтілген 3x. Анаған алтын шығарып берсек қалай болады? Аяқта x-тің 4-тің дәрежесі. Мен қысқарады, жарайды, x-тің кубы болады сонда, мен қысқарады 6 x минус 3. x-тің тағы дәрежесі сонда x пен x минус 3-тің көбейтіндісімен бірдей таңбасы, дұрыс па? Не қыламыз? Таңбасын тексереміз туындының. 0 мен 3-ке үшін интервалдарасын қолданады. Аяқта плюс болады, 4-тің келесесін. Аяқта минус, плюс. Туынды плюс оң аралықтарда функция не қылады? Өседі. Значит, қай аралықтарда өседі? Минус 4-тен нөлге шейін өседі. Бұл аралықта яғни қандай? X-тің мәнін өсірсек, y-тің мәні де өседі, дұрыс па? Осылай. 3-тен плюс 4-ке шейін не қылады? Ол аралықта не қылады? Ол аралықта да өседі. Өйткені неге? Бұл аралықта туындысы оң болады. Қай аралықта кемиді? 0-ден 3-ке шейін осы аралықта не қылады? Кемиді. Міне. Аралықтарда өседі екен, аралықтарда не кемиді? Яғни аралықта x-ті үлкейтсек, y кішіреді. Өсу кему аралықтарын таптық. Видео ұнаса лайк қойып, әріптестеріңізбен бөлісіңіздер, комментарий жазыңыздар. Осы сияқты видеоларды көп жариялаймын. Әлі олимпиадалық есептерді талдаймын. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.